Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін 6 сыныпқа арналған жаратылыстану пәнінен 3-ші тоқсан бойынша оқу материалдарын қарастырамыз. 3-ші тоқсанда 4-ші тірі және өлі табиғаттағы үдерістер және 5-ші энергия мен қозғалыс бөлімдері оқытылады. Тірі және өлі табиғаттағы үдерістер бөлімінде түрлі табиғи үдерістерді тереңірек оқып білетін болады. Оқушылар тірі және өлі табиғаттағы үдерістер бөлімі бойынша алған білімдерін қолдана отырып, табиғи үдерістердің ерекшеліктері мен олардың модельдерін жасауды үйренеді. Ұсынылған тәжірибелер арқылы табиғаттағы заттардың айналымын түсіндіреді және тірі ағзалардағы ас қорыту, бөліп шығару және тыныс алу жүйке жүйелерінің ерекшеліктерімен танысады. Энергия және қозғалыс бөлімінде оқушылар қарапайым мысалдар бойынша энергия көздерін және энергияның жұтылуы мен сіңірілуін талдайды. Энергияны алудың альтернативті көздерін анықтайды, сонымен энергияның өлшем бірліктерімен танысып, жұмсалған энергия құнын есептеуді үйренеді. Тірек қимыл жүйесі мүшелерінің ерекшеліктерін біледі және тірі ағзалардағы қысымның маңызымен танысады. Атмосфералық және қан қысымын арнайы құрылғылардың көмегімен өлшеп, қорытынды жасауды үйренеді. Бөлімді оқу барысында оқушыларда ғылыми зерттеушілік дағдылары қалыптасады. 4-ші тірі және өлі табиғаттағы үдерістер бөліміндегі 6-4-2-2 тірі ағзаларға тән үдерістерді түсіндіру оқу мақсатының жүзеге асырылуын қарастырайық. Спиральді қағидатына сәйкес оқушылар 5-ші сыныпта 5-4-2-1 тірі ағзалардың ортақ қасиеттерін сипаттау, 5-4-2-2 тірі ағзалардың құрылымдық деңгейлерін сипаттау, 5-4-2-5 фотосинтез үдерісін түсіндіру оқу мақсаттары бойынша негізгі ұғымдармен танысты. 6-ші сыныпта 6-4-2-2 тірі ағзаларға тән үдерістерді түсіндіру оқу мақсаты бойынша табиғаттағы тіршілікке қажетті үдерістерді, яғни ас қорыту, тыныс алу, бөліп шығару және жүйке жүйелерінің ерекшеліктерімен танысады. Сабақтың ой шақыру кезеңінде өткен материалдарды талқылау үшін оқушыларға сурет таратылып, жұпта тірі ағзалардың негізгі қасиеттерін сипаттау және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау тапсырылады. Оқушылар тірі ағзалардың қасиеттерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарының себебін талқылап, өз ойларын ортаға салады. Тапсырманы орындау барысында мұғалім оқушылармен бірге талқылап, дескрипторлар бойынша бағалайды. Кері байланыс береді. Оқушылар сабақ мақсатын, жақын даму аймағын және сабақ соңында күтілетін нәтижелерді анықтайды. Мағынаны ашу кезеңінде оқушыларға адамның ас қорыту жүйесіндегі мүшелердің суреті және мүшелердің атауы жазылған карточкалар таратылып беріледі. Оқушыларға ас қорыту мүшелерін анықтап және олардың атаулары ауыз, өңеш, асқазан, ұлтабар 12 елішек, асшек, тоқшек, соқыршек, тікшек, анал тесігі сөздерін тұру орналастыру тапсырылады. Оқушыларға астың қорытылуы бейнеролигін қарау ұсынылады. Олар бейнероликпен танысып болған соң өз ойларын ортаға салады. Мұғалім ас қорыту жүйесіндегі астың қорытылуын түсіндіреді. Тапсырма: оқушылар ас қорыту жүйесінің әрбір мүшесінде өтетін үдерістерді анықтап, оларды кестеге толтырады. Оқушыларға ас қорыту жүйесі туралы мәтін ұсынылады. Олар мәтіннен ас қорыту жүйесі мүшелерінің ерекшеліктерімен танысады. Оқушыларды топтарға біріктіріп, олардан ұсынылған мәтінді пайдалана отырып, ас қорыту жүйесінің моделін жасау сұралады. Ол үшін әр топқа алдын ала әзірленген түрлі заттар таратылып беріледі. Әр топ өз жасаған модельдерін басқа топтарға көрсетеді, сипаттама береді. Дескрипторлар бойынша қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Сабақты бекіту мақсатында оқушылар қате тәртіпте берілген ас қорыту жүйесінің негізгі мүшелерінің атаулары және атқаратын қызметтерін дұрыс рет бойынша жазып, әр мүшенің құрылысы мен қызметін сәйкестендіреді. Оқушылар мұғалім ұсынған дұрыс жауаптардың көмегімен өзара бағалау жүргізеді. Энергия және қозғалыс бөлімі бойынша 6-5-1-3 электр энергиясының бірлігін атау, 6-5-1-4 электр энергиясының құнын есептеу оқу мақсаттарын қарастырайық. Оқушылар 5-ші сыныпта 5-5-1-1
энергия түрлерін ажырату, 5-5-1-2 температура мен жылу энергиясын ажырату, 5-5-1-3 термометрді пайдалана отырып температураны өлшеу, 5-5-1-4 ғимараттарда жылу оқшаулағыштарын пайдаланудың практикалық әдістерін түсіндіру, оқу мақсаттары бойынша энергия түрлері мен жылу энергиясы туралы негізгі ұғымдармен танысқан болатын. 6-шы сыныпта энергия көздері және энергия өлшембірліктерімен танысып, энергияның құнын өлшеуді үйренеді. Оқушылар пазлды дұрыс жинап, олардың көмегімен топтарға біріктіріледі. Топтарда суреттерді талқылап, сабақтың тақырыбы және оқу мақсаттарын анықтайды. Презентацияда суреттер көрсетіледі. Қозғалып келе жатқан автокөлік, самолет механикалық энергия, жанып тұрған үстел шамы, қуаттағышта тұрған ұялы телефон, майшам, күн жарық энергиясы, газ плита суреттері. Оқушылар топтарда ұсынылған сұрақтарды талқылайды. Неліктен автокөлік пен самолет қозғалады? Үстел шамы мен ұялы телефон неліктен жұмыс жасайды? Күн көзі мен майшамның маңызы қандай? Газ плита мен жылытқыш не үшін қажет? Гальвант элементі не үшін керек? Топтағы талқылаудан соң әр топ басшысы өз жұмыстарын ортаға салып, бірін-бірі толықтырады. Өзара қалыптастырушы бағалау жүргізіледі. Мұғалім талдау жасайды. Мұғалім оқушылардың алған білімдерін қолдана білу дағдыларын дамытуға бағыттап, энергия туралы не білетіндерін сұрайды. Оқушылар 5-ші сыныпта алған білімдерін қолдана отырып жауап береді. Оқушыларға кері байланыс беріледі. Мұғалім оқушылардың жауаптарын толықтырып, энергия бойынша түсініктеме береді. Энергия денелердің жұмыс істеу қабілеттілігін сипаттайтын физикалық шама. Табиғатта энергия еш нәрседен пайда болмайды да, ешқашан жойылмайды. Энергия бұл жағдайда тек бір түрден екінші түрге айналады. Жұмыстың тиімді немесе пайдалы болу үшін энергия көзі қажет. Адам үшін энергияның қуат көзі болып қоректік заттар, нәруыздар, май, көмірсулар болып табылады. Табиғатта табылған энергия көздері адамға өмірге қажет энергияны алуға мүмкіндік беретін заттар мен үдерістер болып табылады. Жер ғаламшарында энергияның негізгі көзі табиғат. Күн, су және желден адамзат үлкен көлемді энергияны өндіріп, және оны электр жылу энергиясына айналдыруды үйренді. Адам тіршілік үшін энергия қуаты өте қажет. Энергия қуаты болмаған жағдайда тіршілікте тоқтайды, барлық электр құрылғылар істен шығады, лифтілер тоқтайды, су мен жылу беру тоқтатылады, трамвай, троллейбустар тоқтайды. Адам электр қуатын белсенді тұтынушы. Үйде, мектепте, мекемелерде компьютер, теледидар, шайнек, өтек және тағы басқа электр құрылғыларын да энергия пайдаланады. Джойл халықаралық бірліктер жүйесінде энергия мен жұмыстың өлшембірлігі. Бір джойл күштің бағыты бойынша 1 метр қашықтықта орын ауыстырған кездегі 1 ньютон күштің атқарылатын жұмысы. Сондықтан 1 джойл тең 1 ньютон көбейтілген метр. Практикада энергияны өлшеу үшін килоджойл, микроджойл, мегаджойлды жиі пайдаланады. Электростанцияда өндірілген энергияны өлшеу үшін мегаджойлды пайдаланады. Тұрмыста пайдаланылған электр қуатын қалай есептеу керек? Пайдаланылған электр қуатын өлшеу үшін арнайы құрылғылар қолданылады, оны әр үйге орнатады. Құрылғылар ток тізбегінің жұмысын өлшеу үшін қажет, мысалы амперметр, вольтметр, сағат өлшем бірліктері бойынша. Электр энергиясын есептегенде өлшемнің қосымша жүйесіне сәйкес 1 киловатт көбейтілген 1 сағат өлшем бірлігін пайдаланады. Бірліктердің халықаралық жүйесінде 1 джойл тең 1 ватт көбейтілген секунд. Адам үшін тұтынатын электр энергиясы өте маңызды болғандықтан, іс жүзінде киловатт сағатты пайдаланады. Киловатт көбейтілген сағат бұл өндірілетін немесе тұтынылатын энергия мөлшерін өлшеуге арналған жүйелік емес бірлікке жатады. Күнделікті өмірде, өндірісте электр энергиясын тұтынуды өлшеу, сондай-ақ электр станциясында электр энергиясын өндіруді өлшеу үшін пайдаланады. 1 ватт көбейтілген сағат тең 3600 джойлға. 1 киловатт көбейтілген сағат тең 1000 ватт секунд, немесе тең 3 600 000 джойл.